Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде өте оңай тағам. Бізге керегі фарш, жұмыртқа және де приправа, тұз, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң қолымызға алып, барлығын сопақтап шығамыз. Болғаннан соң холодильникке сала тұрамыз кішкене уақытқа. Ал ол уақытта подлив дайындаймыз. Енді пиязымызды алып, осылай қуырамыз. Одан соң үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізді қуырып болғаннан соң помидорымызды турап, помидорды саламыз. Және де болгар бұрышы. Негізі болгар бұрышы міндетті түрде салсаңыз дұрыс болады, себебі дәмді жақсы береді. Міне приправалар және де томат. Енді жақсылап бір рет араластырып қуырып жібереміз томатымызды. Міне араластырып болғаннан кейін картопымызды турап, картоп саламыз. Және қолымызбен жайып шығамыз барлық жеріне жеткілікті етіп. Одан соң фарштарымызды бетіне салып шығамыз барлығын. Және де үстіне қайнап тұрған су құямыз. Картопымызды жапса болды. Одан соң чесногымызды саламыз. Және де тұз. Енді бетін жауып, қайнауға жай отта қалдырамыз. Міне пісті. Өте дәмді болып шықты. Осылай укроптарымызды сеуіп қоямыз бетіне. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Fantastic.